Бәріне ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, қалайсыздар? Сіздермен бірге бұл мен Мани. Общем достар, бүгін бізде мен туралы 10 факт және сәтсіздіктерімді айтатын боламын. Мен YouTube бірінші фактты айта берейін. Факттамасақ сосын сәтсіздіктерді көшетін боламыз. Бірінші факт, мен YouTube'қа 2023 жылы Мейірбек Гома сондай аккаунтпен келген болатынмын. Ал зат болса, екінші факт болса, мен адамдарды, достарымды YouTube'қа тартқан болатынмын. Яғни YouTube'қа тартып, сөйткен болатынмын. YouTube'қа кел, YouTube қызық, монетизация бар деп тартқан болатынмын. Және менің арманым 100 000 подписчикқа жету еді. Андай ютуберлермен танысып, солармен видео түсіріп дегендей. Бірақ 200 подписчикке жеткенде менің аккаунтым жабылып қалды. Үшінші факт. Мен Майнкрафт ойынын ойнағанда өте қатты ұнатамын, өйткені Майнкрафт қызықты, андай выживание етуге болады. Маған выживание кішкене ұнайды. Ал творчествода үй салған еще модтар болса, вообще керемет болатын еді. Төртінші факт. Мен 2014 жылдың тамыз айында 26 күні, яғни тамыздың 26 күні дүниеге келгем. Ал 5 факт. Мен не десем болады? Менің ең алғашқы ойнаған Майнкрафтым Bronze 8-30 версиясы. Ал одан кейін ойнаған версия Bronze 7-де 30, және мен соған мод тапқан соң Bronze 7-ге көшіп кеткен болатын. Және ал 6 факт па? 6 факт, мен бұрындары андай ұрсаң өліп қалатын модтар болады, андай Play Market'тен жазған бейті ұрсаң өліп қалатын. Сондай модтармен ойнап видео түсіргем. Өз аккаунтыма андай акула скинмен. Сәлем достар, сіздермен бол, мен Мейірбек. Бүгін біз мерді құтқаратын боламыз. Анау дейтін видео түсірген болатынмын. Ол кезде жас баламын ғой, енді қайтейін. Ал 7 фактқа келсек, мен басқа да ойындардан видео түсіргем. Мен сол аккаунтымда басқа да видеолардан. Сосын 8 факт. Мен бұрын летсплейшік болғам. Қазірде летсплейшікпін, бірақ Майнкрафт пен Free Fire. 3-ші канал ашайын деп жатырмын. Жақында 3-ші канал ашып қатсам, бірақ осы аккаунт 100 подписчикке жетсе 3-ші аккаунт ашам. Ол влог, челлендж, сондай түсіретін аккаунт болады. Ал 9-ші факт па? 9-ші фактқа келсек, не дейміз? 9-ші фактта мен бір ютуберлермен араласқам. Алихан қызы, Еспол, сондайлармен бұрын пайди маған жазды Еспол комментарияма. Энджокей енді барлығы білетін шығар. Қатты танымасам да, аян екен білем, түрім білем. Ол менің түрімді білмейді. Бұрын менің түрімді көрді ол. Мен бұрын каналыма зат сұрақ жауап түсірген болатын. Қазірде сұрақ жауап түсірім. Егер сұрақ қалдырып кетсеңдер комментарияға. Көп сұрақ қалмайды ол. Ал зат қылсам, 10-ші фактқа келсек, мен бұрында мадиармен коллаб жасап видео түсірген кезінде просмотрларым 5 000-ға жетіп көбейіп кеткен. Ал енді сәтсіздіктерге келсек, 200 подписчигім бар аккаунтты жоғалту. Және де тағы сәтсіздігім, ол тағы 2-ші канал ашып, оны да жоғалтуым. Менің тағы бір сәтсіздігім пайди бар. Қандай сәтсіздік бар еді? Мен пайди осы екеуінен басқа. Менің өзімнің сүйікті көрермендерімді жоғалтып алуым сол аккаунтта. Қазіргі аккаунтта көп ешкім комментарий жазбайды, лайк баспайды, содан YouTube тастайын ба деп жүрмін. Бірақ тастайын ба білмеймін. Тастамай қойсам бекен деп ойлаймын негізі мен. Өйткені YouTube маған ұнайды. Ал осымен болған, сіздермен болған мен Мейірбек.
общем менің 10 фактым және сәтсіздігім аяқталды. Сау болыңыздар көрермендер деп қоясың ғой. Давайте